Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. Бүгін асқабақ қосылған пирог пісіретін боламыз. Бізге керек заттар: жасыл қара қымығы, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек бөліп аламыз. Сахар заменитель фит барат, сода, асқабақ керек болады. Ыдысымызға асқабақ, теркадан өткізген асқабақты саламыз. Үстінен жұмыртқамыздың сарысын салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыздың ағын бөлек ыдыста көпіріп, өзінің формасын ұстағанша миксерлеп аламыз. Жарты шай қасық тұзымызды қосамыз. Жұмыртқамыздың ағын жай-жайдан салып, астынан үстіне қарай қозғап араластырамыз. Бірден араластыруға болмайды. Біздің жұмыртқамыздың ағы өзінің көлемін жоғалтатын болады. Сахар заменителді мен өзімнің қасығымен бесеу қостым. Енді өздеріңіздің қантты ұнататындарыңызға қарай қоссаңыздар болады. 2, 3, 1. 5 қасық шамалы көптеу болады екен. Сондықтан 4, 3 қоссаңыздар да жеткілікті болады. Ендігі кезекте ұнымызды 3-4 бөліп салып, жақсылап жайменен араластырамыз. Алма сусын қосасыздар ең соңынан. 1 шай қасық. Алдын ала қыздырылған 160 градустағы пешімізге 40 минуттай салып аламыз. Енді өздеріңіздің пештеріңізге қарай көресіздер.
өте дәмді болып шыққан. Мен шыдамай ыстық кеңше кестім. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және тіркелуді ұмытпаңыздар. Асқабақ жемейтін балдарыңыз болса, осы пирогты пісіріп берсеңіздер болады.